Біздің қонағымыз Тілеубекұлы Мұстафа. Ол Барселонаға балет етіңіз деп. Көптеген мероприятиялар жасап жатырмын. Не себепті оқушылар саған дауыс беру керек? Бұл мектепке мен 1000 баласы олимпиадасы арқылы түстім. Оқушыларға жалпы бір мотивация бергіміз келеді. Сәлем, Байнауста Дакаст. Бүгінгі біздің қонағымыз Тілеубекұлы Мұстафа. Мұстафа Алматыдағы РФМШ мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Сонымен қатар президенттікке үміткерлердің бірі. Сәлем. Сәлем. Сен қазір Алматы қаласындағы РФМШ-ның 10-шы сыныбында оқисың. Бұл мектепке қалай түстің, және осы мектепке түсу туралы шешімді қалай қабылдадың? Бұл мектепке мен 1000 баласы олимпиадасы арқылы түстім, және де шешімді мен өзімнің мұғалімдеріммен, ата-анаммен бірге қабылдадым. Және де түсуімнің басты себебінің бірі ол РФМШ соңғы 5 жылдағы ең үздік олимпиадалық мектептердің бірі. Сен 1000 бала бағдарламасы арқылы қабылдандың. Осы бағдарлама туралы толығырақ айтып берші. Жалпы 1000 бала олимпиадасы ол бізде ауылдық мектептердің арасында өткізілетін олимпиада, және де ол 5-6 сыныптың оқушыларына арналған. Мен 6 сыныптың 1000 бала олимпиадасына қатыстым, және де оның негізгі шарттарының бірі ол сол ауылдық мектепте 2 жыл оқу. Және де оның негізгі мақсаты ауылдық мектептердегі оқушыларға РФМШ, НИШ, КТЛ сияқты мектептерге оқуға мүмкіндік беру. Яғни олар тек қана ауылдың мектебінде ғана оқымай, мықты мектептерде оқып, өздерінің өнерлерін көрсету үшін сондай арнайы бағдарлама арналған. Бұл бағдарламаға қалай өтініш беруге болады? Бұл бағдарламаға өтініш беруге тоқталып кетсек, жалпы дарыннан бізге ауылдық мектептерге письмо жіберіледі, яғни хаттама жіберіледі. Сол жерде ол мектеп мектептің ішінде бір іріктеу өткізіп, оқушының аты жөнін тіркеу керек. Және де біздің мектепте мен қатыстым, және де оның жеңімпазы атандым. Жеңімпаз болып, аты айтып тұрғандай, 1000 бала жеңеді, яғни көптеген қатысушылардың арасында 500 оқушы 5-ші сыныптың оқушысы жеңеді, және де 500 6-ші сыныптың оқушысы жеңеді. Сол барлық 500 оқушыға мектептерге баруға мүмкіншілік беріледі. Бірақ сенде бірнеше нұсқа болды: НИШ, КТЛ, НРД және РФМШ. Неліктен дәл осы мектепті таңдадың? Мен жалпы математикадан бұрыннан бері айналысып келемін, және де олимпиадник болғам. Маған именно олимпиада жағынан физмат қызық болды. Мен физматқа бұрын 2 рет келгенмін. Біреуі Жәутіков олимпиадасына, қалалық Жәутіков олимпиадасына 4-ші сыныпта келгенмін. Және де Әл-Фараби центрда дайындалған кезде осы жақтың интернатында жатқан болатынмын. Сол себепті маған мектеп қатты ұнады, және де мен осы 4 мектептің барлығында зерттедім. Яғни қай жағынан лучше, олимпиада жағынан қайсы ыңғайлы, және де болашақта шетелге универлерге түсу жағынан осы жақтың түлектері көптеген универлерге түсіп жатқанын байқадым. Солайша осы мектепке келуге шешім қабылдадым. Сен 1000 бала олимпиадасы арқылы орын алғанмен қоймай, физматтың іріктеу тестіне қатысып, грант ұтып алдың. Және қабылдау процесі қалай өтті? Жалпы бізде қабылдау процесінде ол кезде тестілеу болды, яғни 50 сұрақ болды. Оның 35-і математикаға болатын болса, қалған 15-і логикаға болды. Және ал қазір болатын болса, бізде жаңа формат енгізілді, яғни бізде 30 сұрақ, оның алғашқы 10 сұрағы бізде 3 балдық болады, келесі 10 сұрақ 5 балдық, және де соңғы 10 сұрақ 7 балдық болып бөлінеді. Яғни бізде формат өзгеріп кетті десек болады, және де екеуінің бір-бірінен айырмашылығы, бұрын бізде тестілеу түрінде болатын болса, яғни А, Б, С, Д варианттардың ішіне таңдау керек болатын болса, ал қазіргі таңда нақты жауапты өзің жазатын болып табыласың. Яғни бұл бізде оқушының тестілеуден қарағанда есептеу шығару жағынан оның дағдыларын жақсартады деп ойлаймын. Және де бізде осы жылы іріктеу бізде 27 сәуір күні өтеді. Біз сіздерді біздің мектепке түсуге шақырамыз, және де барлығыңызға сәттілік тілейміз. Бірақ қашан сен тест жазды, қандай сезімде болды? Тест жазу кезінде менде ешқандай бір қиыншылықтар болмады. Себебі мен жалпы олимпиада жазып, тест жазып,
кішкентай кезімнен үйреніп қалғанмын. Яғни менде ешқандай бір уайымдау сезімдері мүлдем болмады десек те болады. Сен тестке қалай дайындаудың? Басқа оқушылардан қарағанда мен тестқа центр арқылы дайындалмадым. Яғни көптеген оқушылар центр арқылы дайындалатын болса, мен өзімнің математикалық білімім арқылы ғана тестті оңай тапсырып шықтым десем де болады. Және де тесттегі есептер мен үшін қатты қиындық тудырмады. Сен 2021 жылы РФМШ-ға келдің. Және мектеп сен күткендей болды ма? Қандай айырмашылықтар байқадың? Жалпы шынымды айтсам, мектеп мен ойлағаннан да мықтырақ болып шықты. Оның себебі мен мектепте мектеп оқушылардың көбісі тек оқумен айналысады деп ойладым. Яғни көп бөлігі олимпиадник деп ойладым. Ал бұл жақта тек қана олимпиададан бөлек жалпы адамдар жан жақты екен. Мысалға айта кететін болсақ, олар бір жағынан олимпиаданы қатысып жүретін болса, бір жағынан олимпиаданы ұйымдастырып та жүреді. Яғни бұл жақта көптеген іс-шаралар өтеді. Сол жағынан мектептің деңгейі мен ойлағаннан да жоғары екенін түсіндім. Сен мектептің интернатында тұрасың, және жаңа ортаға бейімделу қалай өтті? Маған жаңа ортаға бейімделу қиыншылыққа соқпады. Жалпы менің ойымша маған ғана емес, барлығына қиыншылыққа соқпаған сияқты. Себебі бізде мектепке адаптация жағынан үлкен сыныптар жақсы көмектеседі. Мысалға айтатын болсақ, сен жаңадан 7 сынып болып түскен кезде үлкен сыныптар саған қолдау көрсетіп, өздерінің білетіндерін көрсетеді. Яғни басқа қалалардан Алматыдағы ФМШ-ға түсу жалпы ешқандай қиындықтар туғызбау керек деп ойлаймын. Және де үйдегілерден алыс боламын деп қорықпай, осы жаққа келу керек деп ойлаймын. Себебі бұл жақта жақсы білім, жақсы тәрбие және де көптеген мүмкіншіліктер бар. Сен қазір жаңа 7 сыныпта адаптациямен көмектесің бе? Иә, бізде қалай қабылдап алды, біз де басқаларды солай қабылдап алуға тырысамыз. Яғни оларға сабақ жағынан болсын, басқа да бір көмек керек болатын болса, олар бізден кез келген уақытта сұрай алады. Және интернаттың ең үлкен плюстарының бірі, яғни жақсы жақтарының бірі осы деп ойлаймын. Жалпы интернатта тұру ол өте қызық. Мысалға айта кететін болсақ, сен бірге үй жұмыстарын орындап, бірге тапсырмаларды орындай аласың. Әсіресе проект жасаған кезде интернатта тұру өте қолайлы. Және де біз интернаттағы балалар бірге мысалға кез келген мектепке достық бар. Яғни біз мектепте кез келген уақытта келіп оқи аламыз, және де өзіміз тапсырмаларды орындай аламыз. Келесі артықшылықтарының бірі ол бізде мектепте біз сенбі жексенбі күндері мектеп оқушыларының арасында турнир өткізіп, өзіміз көптеген жарыстар өткізе аламыз. Басқа жағынан қарайтын болсақ, интернат бізде өте қолайлы. Мысалға ол тамақ жағынан да келетін болсақ, көп адамдардың уайымдайтыны ол тамақ жағынан, бірақ та біздің мектептегі тамақ жақсы деп ойлаймын. Яғни маған ұнайды. РФМШ-да оқу саған қаншалықты қиын немесе жеңіл? РФМШ-да оқу расымен де оңай емес. Яғни басқа мектептермен салыстырмалы түрде бізде оқу жүйесі қиынырақ. Ол бізде физика, математика бағыттарынан да бізде тереңдетіліп оқытылады. Яғни тапсырмалар қиын, олардан мысалы бақылауларды тапсыру бізге қиыншылыққа соғады. Және де басқа мектептерден айырмашылығы бізде академиялық адалдық деген нәрсе бар. Яғни бізде АКР системасы бар, яғни әкімшілік бақылау жағынан бізде ол система басқа мектептерден айырмашылығы ол жерде көшіру жоқ. Яғни барлығы тек өзінің біліміне сену арқылы ғана тапсырады. Бұл бізде үлкен плюс саналады деп ойлаймын. Және де ал мектептегі оқу келетін болсақ, оқу негізі оңай емес. Бірақ та бізде мектептегі оқушылар бір-біріне көмектесу арқылы, мұғалімдердің тәжірибелігіне байланысты бізде оқу жалпы өте қатты қиынға да соқпайды деп ойлаймын. Бұл мектеп басқа мектептерден несімен ерекшеленеді? Яғни мен бағана айтып кеткенімдей, бұл мектептің ерекшелігі бұл жақта оқушылар тек оқып қана қоймай, өздерінің активный екендерін де көрсетеді. Яғни социальный проект жақтардан да өздерінің активный екенін көрсетеді. Және де екінші артықшылығы, бұл мектепте мүмкіншіліктер көп. Яғни мысалға, егер де сен робототехника қызығатын болсаң, бізде зерттеу студия бар. Ал олимпиадаларға қызығатын болсаң, әр пәннің бізде резерв мұғалімдері бар. Және де олардың тәжірибелігіне ешкімнің
күмәні жоқ деп ойлаймын. Яғни бұл жақта бізде мықты тренерлер көп. Жалпы Қазақстанның мықты тренерлері, мұғалімдері бізде жұмыс істейтініне мен сенімдімін. Яғни бұл жақта мүмкіншіліктер өте көп. Мысалға айта кететін болсақ, бізде олимпиадаларға бару, сол жағына мысалға спонсорство жағынан да бізде көптеген мүмкіншіліктер бар деп ойлаймын. Қазір сенің GPA көрсеткішің 5,0. Осындай жоғары бағаларға қалай қол жеткізуге болады? Және әсіресе ауыр жүктемесі бар мектепке? Оның негізгі бір құпиясының бірі ол бізде үнемі оқу, және де тек үнемі оқудан бөлек ол бізде базовый білім болу керек деп ойлаймын. Яғни 7-ші сыныптан бастап бірден оқу керек. Яғни 7-ші сынып әлі ерте деген ойды алып тастау керек. Бірден 7-ші сыныптан бастап математика, физика, информатика барлық бағытты бірден жақсы оқып кететін болсаң, ол ертең саған үлкен пайдасын тигізеді. Енді дисциплина жағынан келетін болсақ, GPA ол білім көрсеткішін толықтай көрсетпейтіні рас. Яғни GPA жағы төмен оқушылар да жақсы көрсеткіштер көрсете алады. Бірақ та GPA ол бізде нені көрсетеді? Менің ойымша ол GPA бізде дисциплинаны көрсетеді. Яғни сенің үнемі тоқтамай 9 ай бойы жақсы оқи алатыныңды көрсетеді. Яғни сенің жақсы бір көрсеткіш көрсете алатыныңды көрсетеді деп ойлаймын. Сен олимпиадалық математикамен айналыстың. Бұл бағытқа қалай келдің? Бұл бағытқа келуім ол менің кішкентай кезімнен басталады. Яғни мамамның маған математиканы үйретумен басталады. Солайша мен математиканы ерте жастан меңгердім. Және де мектепке барған кезде көптеген олимпиадаларға қатыса бастадым. Математика несімен қызықтырады және олимпиадаларда не ұнады? Математика маған жалпы ойландырумен қызықтырады. Яғни ол жақта тек қана мысалға өз ойыңды жеткізуден бөлек, сен ол жақта есептерді шығару, яғни мысалға айтқан кезде математикамен айналысу жалпы маған процесі қызық. Сен көптеген олимпиадаларға қатыстың. Қайсысы ең есте қаларлық болды және не себепті? Бұл жерде мен 2 олимпиаданы айтып кеткім келеді. Ол бізде бірінші бастау олимпиадасы, бастау сыныптардың арасындағы, және де республикалық жасөспірімдер олимпиадасы. Бастау олимпиадасының негізгі қызығушылықтарының бірі ол бізде командалық олимпиада болды. Яғни біздің мектептен 2-ші сыныптан бір оқушы, 3-ші сыныптан бір оқушы, және де мен 4-ші сынып оқушысы ретінде біз бір команда болдық. Және де бұл жерде біз командалар бір-бірімізбен жарыстық. Және оның есте қаларлық жері ол бізде менің бір есепті шығарып, жюримен келіспей қалуым. Яғни мен бір есепті шығарамын, және де жюри оны дұрыс емес деп санайды. Бірақ та сол кезде мен өзімнің шешуімді түсіндіру арқылы жюри менікін дұрыс деп санайды. Келесі ол бізде Шымкентте өткен, 2022 жылы Шымкентте өткен республикалық жасөспірімдер олимпиадасы. Бұл жерде біз физматтан команда болып Шымкентке барамыз, Бақтағаймен бірге Шымкентке бардық. Және де қызықтарының бірі ол бізде біз Шымкенттің жатақханасында, студенттер жатақханасында жатуымыз, және де біз қыдыруымыз. Біз Бақтағаймен бірге олимпиададан кейін біз ол жақта 3-4 күн болдық. Сол жақта біз Шымкентті араладық. Біз көптеген ойындар ойнадық, және де мысалға Бақтағаймен бірге барып бәріміз Жекс донер жегеніміз бар. Сосын Бақтағай бізді үнемі фотоға түсуге заставлять ететін. Болды? Сен бұл олимпиадасында қандай орында қалдың? Бастау олимпиадасында мен қалалық турда біз 1-ші орын алдық, ал облыстықта 3-ші орын алдық. Ал Шымкентте өткен олимпиадада мен 7-ші сыныпта 2-ші орын алдым, яғни менде күміс. Олимпиадалар саған қандай пайда әкелді? Олимпиадалар маған көптеген өзінің пайдасын тигізді. Мысалға айта кететін болсақ, менің жалпы логикам жақсы дамыды. Мысалға маған кез келген тақырыптарды түсіну, кез келген пәнді игеру басқа оқушыларға қарағанда оңай. Мектепке келген кезде, мысалы осы мектепте маған қиыншылық тудырмауының себебі де осы болып табылады. Маған
физика, информатика, химия пәндері жалпы мүлдем қиыншылыққа түспеді. Себебі менде базовый білім болды. Яғни базалық білім болу арқылы мен көптеген жаңа қасиеттерді өзіме тез меңгеріп аламын. Бірақ сен қазір олимпиадалармен айналыспайсың. Бұл себепсі бар ма? Бұның нақты бір себебі жоқ, бірақ та былайша айтқан кезде мен кішкентай кезімнен бастап 7-8 сыныпқа дейін математикамен айналыстым. Яғни басқаларға қарағанда ерте бастап, ерте аяқтап кеттім десем де болады. Және де маған олимпиаданың бір қызығы азая бастады. Яғни бұрынғыдай маған олимпиадамен айналысу қызық болмай бастады. Мен өзімді басқа да салаларда көргім келді. Мысалға мен өзімді физика, информатика бағыттарында көрдім. Және де қазір толықтай информатика бағытына ауыстым десем болады. Және сен қазір мектептің оқушылар кеңесінде барсың. Бұл кеңеске қалай кірдің және қандай міндеттер атқарасың? Мектеп кеңесінде мен медиа министерствосында бармын. Яғни ол жерде менің негізгі жұмысым идеяларды айтып, оларға сценарий жазып беру, жалпы олардың реализациясымен айналысу болып табылады. Біздің медианың командасы бар. Ол команда әрине үлкен және де қызықты. Біздің негізгі ұйымдастыратын шараларымыз, мақсатымыз ол бізде медианың мектептің өмірін көрсету болып табылады. Және де біздің негізгі ұйымдастыратын іс-шарамыз ол біздегі мектептегі муви найттар. Мектептегі муви найттардың негізгі ұйымдастырушысы біз болып табыламыз. Сен физмат медиаға қалай кірдің? Физмат медиаға бізде старосталар чатына жіберді. Сол арқылы бізге оқушыларға хабарлама жіберу арқылы олар отбор жариялады. Сол отборда біз өзіміздің жалпы мектепте бұрын не істегеніміз туралы айттық. Сол арқылы бізді қабылдады. Бұл қашан болды? Ол бізде жылдың басында, яғни қыркүйек кезінде медиа өзіне команда жинады. Біз сол кезде досым екеуміз регистрация жасап, отбордан өттік. Және сен қазір мектепшілік іс-шараларды ұйымдастырып жүрсің. Қандай шараларды ұйымдастырдың? Осы уақытқа дейін біз көптеген шараларды ұйымдастырдық. Олардың айта кетерлігіндей бізде барлығы білетін «Что, где, когда» 2 рет өтті. Оның негізгі ұйымдастырушысы мен болып табыламын. Және де мектепте өткен ЧОКД-ді білетін болсақ, яғни ол күні бізде үлкен мектепте бір мероприятие болдық десек те болады. Яғни барлығын соған қызықты. Оны да өткізген біз. Одан бөлек біз теннистің турнир, жалпы 7 сыныптардың арасындағы ауызша олимпиаданы біз өткіздік. Одан бөлек біз тағы да турнирлар өткізудеміз. Және де осы аптаға бізде тағы да іс-шараларды ұйымдастырамыз. Яғни жоспарда бар. Сендер іс-шараларды ұйымдастыру қалай өтеді? Іс-шараларды ұйымдастыру жалпы көбісі ойлағандай оңай емес. Яғни ол жақта өзінің бір нюанстары бар. Мысалға айта кететін болсақ, ол кейде оқушыларды сабақтардан сұрап алу керек болады, оларды мұғалімдермен келісу керек болады, одан бөлек мектептің администрациясымен келісу керек, және де оның өткізу процестеріне мысалға айта кететін болсақ, «Что, где, когда»ға сұрақтар дайындау керек, оның форматын дайындау керек. Ал ЧОКД-ға болатын болса, біз көптеген шоколадтар тараттық. Мысалға ЧОКД-да біз 300-400-дей шоколад тараттық. Ол бізге оңайшылыққа соқпады. Және де негізгі фишка бізде командамен жұмыс істеу болып табылады. Яғни командамыз үлкен, 8-10 адамдай бар. Әркімнің өзінің міндеті бар. Әркім өзінің міндетін атқару арқылы бізде мероприятиялар ұйымдастырылады. Сен өзінің командаң туралы айтып берші. Жалпы біздің командада тек менің сыныптастарым ғана емес, яғни біз басқа сыныптардан да қосамыз, және төменгі сыныптардағы оқушыларды да осыған үйретуге тырысамыз. Яғни ертең біз мектеп бітіріп кеткеннен кейін олар да осы істі жалғастыратындай. Және де бұл командада мен лидер болып табыламын. Яғни бірақ та біз көптеген шешімдерді командамен бірге шешеміз. Әркімнің өзінің қызметін атқарады, өзінің қызметі бар. Біз оны тоже өз арамызда бөліп аламыз. Мысалға айтатын болсақ,
организация жағына бір адам жауапты, ал помещение жағына бір адам жауапты, ал оны рассылка жағына бір адам жауапты. Солайша біз ол қызметтерді бөліп алу арқылы іс-шараларды ұйымдастырамыз. Мгм. Қандай қиыншылықтар бар? Қиыншылықтар жағынан бізде кейде командаға арасында бір сөзге келіп қалуы болады, яғни конфликт дейді ғой. Бізде конфликттер болып қалады. Ол жағдайда біз әрине бірінші очередь сабырлық сақтауға тырысу арқылы шешеміз. Яғни бір-бірімізді бірінші түсінуге тырысамыз. Сол арқылы бізде көптеген қиыншылықтар туындамайды. Егер туындайтын болса, барлығымыз бірге шешуге тырысамыз. Мгм. Іс-шараларда өткізуге идеялар қалай пайда болды? Жалпы өткізудің бізде жалпы екі жолы бар. Бірінші, біз оқушылардың арасында опрос жасаймыз. Яғни сіздер қандай турнирлер көргіңіз келеді біздің мектепте, қандай шаралар көргіңіз келеді. Және соған байланысты біз іс-шаралар өткіземіз. Екіншіден, ол бізде мектепте бұрын болған, бірақ қазір жоқ жобалармен айналысамыз. Мысалға айта кететін болсақ, бізде что где когда бұрын жақсы болып тұрды, біз 7-8 сынып кезінде, одан кейін ол тоқтап қалды. Соған байланысты что где кагданы өзіміздің қолымызға алып, мектептің негізгі шарасын айландыруға тырысып жатырмыз. Мектептің екі ауысымға ауысы қандай қиыншылықтар алып келеді? Бұл бізде қазіргі таңда мектепте жөндеу жұмыстарына байланысты екі ауысымға ауысып кеттік. Оның қиыншылықтарының бірі ол бізде ортақ турнирлардың жасай алмауымыз. Яғни бізде 7-ші сыныптар мен, яғни кіші класстар мен үлкен сыныптардың екіге бөлініп кетуі, олардың бір-бірімен араласа алмай қалуы бізде қиыншылықтар туғызады. Келесі ол біз ортақ турнирлер өткізе алмаймыз. Мысалға 7-8 сыныптар тек таңертең қатыса алса, ал үлкен сыныптар тек түстен кейін ғана қатыса алады. Бірақ та біз оның шешімін табудамыз. Яғни үлкен бір жарыстарды біз сенбі күнге қойып жатырмыз, ал басқа да егер сенбі күнге қоятын мүмкіншілік болмайтын болса, онда біз кейбір қатысушыларды сабақтан сұрап алу арқылы ортақ турнирлер өткізіп жатырмыз. Сен мектеп президентіге үміткерсің. Бұл шешімді қалай қабылдадың? Жалпы мектеп президенті болу біріншіден ол менің мақсаттарымның бірі. Осы мектепке келген кезде осы туралы білгеннен кейін мен мектеп президенті боламын деген мақсат қойдым. Ал екіншіден ол бізде мектептің өмірін жақсарту, яғни қазіргі таңда өте жақсы қалыптасқан система бар, бірақ та оның да өзінің бір кемшіліктері бар. Сол кемшіліктерді жою арқылы мектепті одан ары қызықтырақ ету үшін мен қатысып жатырмын. Сенің ойыңша президент қандай болу керек? Президентте бірінші очередь бізде лидерлік қасиеттер болу керек деп ойлаймын. Және де одан бөлек ол өзінің мектебіне жанашыр болу керек. Яғни ол тек өзінің жеке пайдасы үшін немесе басқа да бір мақсаттарда қолданбай, оқушыларды бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста ұстау деген ниетте болу керек. Яғни өзінің мектебін үнемі дамытуға тырысу керек деп ойлаймын. Егер мектеп президенті болып сайлансаң, қандай өзгерістер енгізіп, және қандай бағыттарды дамытқың келеді? Жалпы бізде осы соңғы жылдары бізде мектептегі спорт турнирлері азайып кетті. Мен соның санын көбейткім келеді, және де басқа мектептермен де турнирлер өткізгім келеді. Яғни бірінші біз мектептің ішінде ай сайын турнир өткізіп отырамыз, және де жеңімпаздарға біз мектеп арасындағы турнирлерге қатысуға мүмкіншілік береміз. Келесі ол бізде Алаш лига, бізде барлығымыз білетін мектеп 9 мектебі бар, қателеспесем 9 мектебі бар, Алаш лига бар, және де солардың арасында қарым-қатынасты қайтадан жақсарту, оларды қолға алу болып табылады. Келесі мақсаттарының бірі ол бізде мектептегі активный оқушылардың списогін жасау, яғни тізім жасау арқылы оларды көрсету. Яғни оқушылар бір-бірінің арасында конкуренция болатын болса, олар үнемі активный болуға тырысады. Активный деген қандай мағынада? Ол бізде жалпы барлық іс-шараларды ұйымдастырып, оларға қатысып, оларды жеңіп, және де
және де білім сапасында міндетті түрде қарау арқылы біз жалпы топ список дейді ғой, соны жасау арқылы оқушыларға жалпы бір мотивация бергіміз келеді. Келесі ол бізде special days, яғни әр пятница, әр жұма күні бізде бір шаралар өтіп отыратын болса, бізде мектептің өмірі қызығырақ болады. Тек білім жағынан емес, басқа жағынан да қызықтырақ өтеді деп ойлаймын. Келесі ол бізде мысалға айтып кететін болсақ, ништа Назарбаев мектебінде өзінің шаңырақ системасы бар болатын болса, ал биыл білім инновация лицейінде бізде өздерінің аби системалары бар. Яғни оларды жетектеп жүретін өз жоғарғы сынып оқушылары бар. Бізде де сондай бір адаптацияға бір жақсы бір система құрастыру, яғни бір-бірімізге жақсы көмектесу арқылы сондай система орнатқым келеді. Одан бөлек бізде мектептің мектепте бізде мерч бар, барлығымыз білеміз. Ол қазір де жаман емес, бірақ та оны одан ары қарай дамытып, басқа да брендтермен коллаборация жасағымыз келеді. Және де соңғысы ол бізде мектепті Қазақстан бойынша танымал қылу, яғни популярный қылу керек дейміз ғой. Оның мысалға бізде школьный советтің нақты бір Instagram аккаунты немесе бір YouTube каналы жоқ. Сол арқылы біз өзіміздің соларды жасау арқылы біздің мектептің өмірін көрсеткіміз келеді. Және де басқа оқушыларға не себепті олар біздің мектепке түсу керектігін көрсеткіміз келеді. Сен президент лидер болу керек айта. Және сенің ойыңша лидер қандай? Жалпы лидер деген кім? Лидер ол өзінің командасын қиыншылықтан алып шығатын. Яғни лидер деген сөз бар, және бастық деген сөз бар. Екеуінің бір-бірінен айырмашылығы, ол бізде лидерді бастықтан қарағанда мәселелерді шешу деген качество болады. Яғни ол тек қана командамен басқарып қана қоймай, егер де бір конфликт пайда болатын болса, оларды шешу және де бір қиыншылық ситуацияларда сол проблемадан тез шығу, ол лидер болып саналады деп ойлаймын. Сен айтқан өзгерістер мектеп үшін қаншалықты пайдалы екенін айтып кетсең. Жалпы бұның басты ерекшеліктері мектептегі іс-шаралар жалпы мектеп өмірінде қаншалықты маңызды деген сұраққа келеді. Ол бізде егер де мектеп қызықты болатын болса, оқушылар тек мектепке оқу үшін емес, сол іс-шараларға қатысу үшін де келетін болады. Солайша мектептегі оқу орны емес, ол жаққа үнемі келгің келіп тұратын орынға айналдыру. Яғни біздің негізгі мақсатымыз сол. Біз мектепті тек оқу деген сөзден бөлек қызықты орын деген сөзге айналдырғымыз келеді. Яғни ол жерде тек сен білім алып қана қоймай, басқа оқушылармен араласу арқылы өзіңнің 11 жылыңды, яғни біздің мектепте ол 5 жыл, 5 жылыңды керемет өткізу. Іс-шараларды ұйымдастыру көп уақыт алады ма? Ол әрине ол іс-шараның үлкендігіне байланысты. Яғни егер де бір үлкен іс-шара жасап жататын болсақ, ол әрине көп уақыт алады. Бірақ мысалға айтатын болсақ, теннис турнирі мен что где каганың айырмашылығы көп. Яғни что где кагаға сұрақтарды дайындау керек, және де олардың форматын дайындау керек сияқты көп уақыт алады. Ал спорттық турнирлері олаған қарағанда көп уақыт алмайды. Және де бірақ бізде команданың арқасында бізде ол көп уақыт алмайды. Яғни әркімнің өзінің бір бөліп алған қызметіміз арқылы біз көп уақытымызды құртпаймыз. Яғни бізде білім жағынан да біз сабаққа да уақытымызды бөліп үлгереміз. Сендер физикадан ауызша олимпиада өткізіңдер, және осы туралы айтыңызшы. Біз бірінші 7-ші сыныптарға арналған физикадан ауызша олимпиада өткіздік. Яғни мен бұрын математик болдым дедім. Бізде геометриядан ауызша олимпиада бар, және де сол форматтың біз физикада жоқ екенін байқадық. Сол себепті сондай бізге жаңадан идея келді. Яғни біз ауызша олимпиада өткізгіміз келді. Және де оның тағы бір өзгеріс енгізгеніміз, ол бізде командалық олимпиада. Біз оны 7-ші сыныптардың арасында өткіздік. Бізде жоғарғы деңгейде өтті. Яғни біз оларға есептер құрдық, жюрилер іздедік, керемет өтті десек те болады. Енді қазір сол олимпиададан
Алматы қаласы бойынша өткізгіміз келеді, және де оған дайындықта бастап кеттік десек те болады. Бізде ол олимпиада мықты лицейлардың, мықты мектептердің арасында өтеді, және де бізде призовой фонд үлкен. Сендер қайдан призовой фонд ауысты? Біз призовой фондқа өзімізге спонсорлар іздедік, яғни өзіміздің презентациямызды алып, көптеген спонсорларға бару арқылы бізді қолдайтын, яғни олимпиаданы қолдайтын, физикадан олимпиаданы қолдайтын адамдарды таптық, және де олар бізге жақсы қаражат бөліп берді. Жақында президенттікке сайлау басталады, және не себепті оқушылар саған дауыс беру керек? Маған дауыс беру керектің себебі, ол мен көптеген шаралар жасап жатырмын. Яғни менде школьный советке қарағанда, яғни мектеп кеңесіне қарағанда мүмкіншіліктер аз. Бірақ соның өзінде де мен көптеген мероприятиялар жасап жатырмын. Және де менің нақты бір алдыға қойған мақсаттарым бар. Яғни мен оларды соларды істейтініме дәлел ретінде осы уақытқа дейін жасаған іс-шараларымды көрсете аламын. Яғни екінші себебі ол менің тәжірибем жағынан. Мен шараларды ұйымдастыру жағынан көптеген тәжірибелерім бар. Яғни мен қандай қиыншылықтар туындауы мүмкін және оларды қалай шешу керектігін жақсы білемін. Сол себепті оқушыларды маған дауыс беруге шақырамын. Қазір сен жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жатырсың. Және сен қай университетке құжат тапсырмақсың? Мен біріншіде КАИСқа тапсырғым келеді, және де одан бөлек Гонконгтағы универлерге тапсырғым келеді. Жалпы енді универлерге тоқтала кететін болсақ, мен IT саласына барғым келеді. IT дегенде толықтай IT емес, мен енді математикамен айналысқаннан кейін именно дата сайенс жағына қызығамын, және де сол жағында өзімді дамытып жатырмын десем болады. Және басқа қандай қызығушылықтарың бар? Басқа қызығушылықтарымнан мен спорт жағынан футболмен қызығамын. Яғни өзіме футбол ұнағаны ұнайды, және де қарағанды ұнайды. Мен Барселона командасына болеть етемін. Менің ойымша ең топ клуб сол. Университетке құжат тапсыру жақсы портфолио керек. Және сен осы портфолиоға қандай жетістіктерді жинап жатырсың? Портфолиоға мен жалпы өзімнің олимпиада жағымнан менде көп уақыт заниматься етпесем де, ерте бастап ерте аяқтадым. Соның өзінде де менде жақсы жетістіктер бар олимпиада жағынан, және де менде проекттер жағынан жақсы проекттер жасап жатырмыз. Мысалға, жоспарда бізде социальный проекттер, одан бөлек бізде олимпиаданы ұйымдастырумен біз айналысып жатырмыз. Мен осының барлығын өзімнің портфолиома жазамын деген ойдамын. Одан бөлек академиялық жағынан ол әрине бірінші кезекте GPA, ал одан бөлек IELTS, SAT тапсыруға дайындалып жатырмын. Сен қандай социальный проекттер жасадың? Біз әлі нақты бір социальный проект жасамадық, бірақ та оларды жасаумен айналысып жатырмыз. Біз маусым айында 2-3 жақсы социальный проекттер жасаймыз. Оның негізгі мақсаты жалпы мүмкіншілік шектеулі адамдарға көмектесу болып табылады. Және сен IT саласында барасың, иә? Иә. Сен қалай data science IT оқисың? Мен қазір бірінші кезекте ол өзімнің спорт программирование дейді, сол жағымды көтеріп жатырмын. Одан бөлек data science жағында бізде көптеген курстар бар, соларды оқып жатырмын. Осы сұхбатты көріп отырған оқушыларға қандай кеңес берсің? Мен беретін кеңесім ол әлі ерте деп ойламаңыздар. Яғни кез келген нәрсені қазірден бастап меңгеруге тырысыңыздар. Өзіңізге қазірден бастап портфолио жинай бастаңыздар, олимпиадаларға қатысыңыздар, және де GPA-ді сақтаңыздар. GPA-ді жоғарғы ұстауға тырысыңыздар. GPA ол маңызды болмағанымен, ертең универге түсетін кезде өзінің көп пайдасын тигізеді. Яғни 10-11 сыныпта GPA-ді көтеру өте қиыншылыққа соғады. Және де соңғы советім ол Барселонаға болеть етіңіздер. Виска Барса, Виска Каталония.
жарайды. Сонымен сұхбатымыз аяқталды. Келгеніңе көп рахмет. Саған да көп рахмет шақырғаныңа. Және сіздерге де рахмет. Увидимся в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.